Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Табиғатты қорғау, отанды сүю деген сөз. Сен өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренесің. Сабағымыздың мақсаты жақшалы және жақшасыз әріпті санды өрнектерді салыстыру. Яғни бұл жерде екі амалдан артық қосу және азайту, 5 көлемінде көбейту және бөлу болған кезде. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Орнын тап әдісі. Оқулықты ашып, бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл тапсырманы орындау үшін әлия мен сырым математикалық ойын құрастырыпты. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін сен өрнектің мәнін есептеп ал. Келесі оқулығымыздың 19-ші бетіндегі екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде өрнектерді салыстыру. Берілген өрнектерді екі қатарға бөлу. Бірінші қатарға санды өрнектер, екінші қатарда әріпті өрнектер берілген. Ал өрнектердің екі түрі болады. Санды өрнектер және әріпті өрнектер. Ал санды өрнек дегеніміз не еді? Еске түсірейікші. Иә, санды өрнектер сандар мен амал таңбасынан тұрады. Ал әріпті өрнектер ше? Әріпті өрнектер құрамында әріптер болады және сандар болады. Сонымен бірге амал таңбасы болады. Яғни біз бұл тапсырмада әріпті өрнектер мен санды өрнектерді салыстырамыз. Үйге тапсырма. Есепте. Бұл жерде жақшалы және жақшасыз өрнектер берілген. Жақшалы және жақшасыз өрнектерде амалдарды орындау ережесін еске түсіреміз де, өрнектің мәнін табамыз. Сабақ соңында кері байланыс жасаймыз. Егер саған көңілсіз, сабақ қызықсыз болса, онда өзіне сәйкес белгіні қоямыз. Сұрақтарым бар. Сабақта берілген тапсырманы орындадым. Көңілді, қызықты болды. Тақырыпты түсіндім. Жаңа мағлұматтар білдім дейтін болсақ, онда арнайы осында берілген белгілермен белгілеп жібереміз.